Так, бүгін наурыз айының 5-і 2022 жыл. Ашық салаға да өсіріп жатқан көшеттеріміз Аллаға шүкір ақырында өсіп дайын болып жатыр. Жекеме жазып жүрген бір оқырмандарыма арнап түсіріп жатқан видеом еді бұл. Алдындағы видеодағы көрсеткен құнарлы топырақ деп сол туралы сұраған екен. Жалпы қалай өседі, ертең тұқым тастаған екен қалай өсіп өніп шығады деп. Міне мысалға мынау ашық салаға деп өсіріп жатқан қияр қызанағын көшеттері. Түп саны 98-100%-ға дейін шыққан. Жалпы бұл өте жоғары жақсы көрсеткіш деп ойлаймын енді. Енді арам шөптер болады бұда. Бір-екі рет жұлып тазаласаңыздар, міне асты осындай таза болып тұрады. Енді бұл енді арзан вариант, жаңадан бастап жатқандарға диқаншылықта бірденен торп сатып алуға, болмаса бір құнарлы бір мықты топырақтарды сатып алуға көбісінің шамасы келе бермейді. Сол себепті осындай да топыраққа кәдімгі талдың астында мынау жылда өзі Алла тағаланың есебімен деп айтсам да болады. Солай жаратқан өзі жаратылысты. Күзді күні жапырақ түседі, майда шарбаларда. Сол қыстай шіріп, осындай бір құнарлы топыраққа айналады. Міне сол туралы бірнеше видео түсіргем, алдында видеоларымды көрген болсаңыздар, сол құнарлы топырақта өсіп жатқан көшеттер. Мына көшеттердің бәрі сол топырақпен өсіп жатыр. Шүкір Аллаға, жаман емес. Бұйырса, осы айдың соңына қарай егіп қаламыз ашық алқапқа. Енді анау кішкене құрт құмырсқалар болады, бұның ішінде дәрілеп жіберсеңіздер, алдында көрсеткен дәрілеу керектігін сол арқылы тазарып, осындай жақсы өседі одан кейін. Енді мына бойы кішкене өсіп кетті, себебі жылжаймышы кішкентай болғаннан кейін осындай кішкене ғана жол қалдырып, бір аяқ жол қалдырып, осы өсіріп жатырық. Мінеке көшет. Міне түп саны бәрі жақсы шыққан қиярлардың. Ал мынау өткендегі екі өнім беріп тұрған қиярдың ортасына еккен осылай. Сол көшеттер мінекей осылай өсіп жатыр. Алла қаласа, осы айдың аяғына қарай өнім беріп қалу керек. Бұйырса, иншалла. Мінекей мына қиярлар пайда болып жатыр уже. Мінекей осылай істеуге болады. Жалпы жаңадан бастап жатқан диқан бауырларыма айтарым.